Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен гүл өсіру тәсілдері туралы айтатын боламыз. Егер де менің видеом қызықтырса, менімен бірге қалыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Енді үйдің сәнін келтіріп қана қоймай, адам жанына жылулық ұялататын қасиетке ие гүлдер өсірілу барысында да ерекше күтімді қажет етеді. Қарапайым үй жағдайында гүл өсіру үшін оның әдіс тәсілдерін жақсы білуіміз керек. Оны қалай өсіру керек, қаншалықты жарық, температура керек. Осы сынды түрлі сұрақтарға жауап бере отырып, гүл өсірудің қыр-сырына тоқталайық. Гүлдің жайқалып өсу үшін оны қалай суаруды да білген жөн. Әдетте, үй өсімдіктерін өсірушілер оған суды көп құяды. Соның салдарынан тамыры шірейді. Судың температурасы бөлме температурасына шамалас немесе одан 5-7 градус жоғары болуы керек. Өсімдікке су құйғанда топырақтың түйіршіктері жібіп, су ыдыстың түбіне ағуы тиіс. Тығыз топыраққа отырғызылған өсімдіктің аққан суы сол бойда, ал жеңіл топырақтың артық суы 30 минуттан немесе 1 сағаттан кейін төгіп тастайды. Кейбір ылғал сүйетін өсімдіктердің табандығында үнемі су жатқаны дұрыс. Өсімдіктерді әсіресе күн ыстықта бүркіп суару қажет. Өсімдіктердің аптасына 1 рет жапырақтарын жұмсақ матамен немесе мақтамен жуып отыру керек. Өйткені жапырақтың көздерін шаң басып, ауруға тез шалдығады. Гүл өсіру үшін металл не сырланған ыдыстарды пайдалануға болмайды. Кактустар мен басқа суккуленттерді өсіру үшін пластмассадан жасалған ыдыстарды пайдалануға болады. Өсімдіктің ауруға шалдығуын болдырмау үшін алдымен ыдысты дұрыс таңдап, сол ыдысты дұрыстап дезинфекциялауымыз керек. Үй өсімдіктерін бөлменің кез келген жеріне қоя салмай, олардың жақсы өсу үшін қандай күтім қажет екендігін біліп алған жөн. Кейбір гүлдер жылылықты сүйетін болса, кейбіреуі жарық сүйгіш болып келеді. Мысалы, кактустар сабақтарында ылғал сақтайтындар суккуленттер: сүттеген, синецио, стапелия, толстянка, каланхоэ, агава, сансеверия сияқты өсімдіктер жарықтың түскенін қалайды. Сол арқылы ғана олар жақсы өсетін болады. Сондай өсімдіктердің бірі гүл өсірушілердің айтуынша аспарагус, бегония, глаксиния, фуксия, зеухарис, пеперомия сияқты өсімдіктер жарық сүйгіш қана емес, жарықтың шашырап түсуін де қажет етеді. Жылылықты жақсы көретін өсімдік түрлері де бар. Оған бегония, пеперомия, ароид тұқымдасты өсімдіктер, антуриумдер, зифенбахия, сингониум сияқты өсімдіктер жатады. Бұлар қыста жақсы өседі, ал температура режимі бұзылған жағдайда өсімдіктер сарғайып, жапырақтары түсіп қалуы әбден мүмкін. Қандай өсімдік болмасын, өзіне қолайлы топырақ арқылы құнарланады. Сол себепті барлық үй өсімдіктеріне бірдей топырақты пайдаланбайды. Қарашірік шымтезек, құм араласқан топырақ, сазды топырақ, көң тәрізді топырақтар үй өсімдіктеріне аса қажет. Сондықтан топырақ таңдарда мұқият болыңыздар. Тек топырақ қана емес, гүлдің күтімін басты назарға ала жүріңіздер. Өйткені гүлдің де жаны бар. Ол гүлдер бізге жылулық сыйлайды, әсемдік сыйлайды. Сол себепті де бөлме гүлдері ұзақ уақыт ауырмай, жайқалып тұруының сыры неде деп ойлайсыздар ғой? Оның сыры махаббатта. Гүлдермен де тірі жанымен сөйлескендей сөйлесіп, өз ілтипаттарыңызды білдіріп, баптап, күтіп, махаббатпен қарасаңыздар, еркелетсеңіздер, олар сіздерге өздерінің де махаббаттарын сыйлап, жақсы өсіп, сіздердің бөлмелеріңіздің сәнін келтіріп тұратын болады. Себебі олар да өздерінше қуана да, мұңая да алады. Сол себепті бөлме гүлдеріне ерекше күтім қажет. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар.